Мен Нұрғалиева Ақерке Сырдария ауданының нөмірі 131-ші Талғат Қозыбаев атындағы орта мектебінің информатика пәні мұғалімімін. Педагогикалық идеялық фестивалінің сабақ аяқталған соң бағытында өзімнің идеямды сіздерге ұсынғым келеді. Менің сіздерге ұсынғалы отырған жобамның тақырыбы жақсылық картасы. Идеямның мақсаты мынадай. Мектеп оқушыларының арасында буллингтің алдын алу. Сыныпта қамқорлық, өзара көмек көрсету атмосферасын қалыптастыру. Бір-біріне көмек көрсету арқылы достықты арттыру. Бұл картаны біз сынып болып бірлесе жасап, әр оқушының бойындағы жақсы қасиеттерін көрсетуге, бір-біріне көмек пен қамқорлық танытуға бағыттадық. Әр оқушы осы карта арқылы апта сайын бір ізгі іс жасап, оны белгілеп отырады. Келесі аптада талқыланып, олар өздерінің ойларымен бөліседі. Жақсы амалдармен қауышайықшы, жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Еңбек адамына қолғабыс жаса. Айкөркем, кімге көмек жасасам болады? Бізде Алма апай бар емес пе? Дұрыс айтасың, мен анда сол кісіге көмектесейін. Айкөркем, саған қандай түсті? Бауырыма көмектес. Бүгін бауырыма үй тапсырма жасап көмектеспесем. Анана алғыс білдір, көңіл күйін көтер. Анама не істесем болады екен бүгін? Сабақтан қайтқан соң үй шаруасымен көмектесейін. Саламат апай, мен сізге көмектесіп жіберсем? Заң бары байқалады, бумеранг өмір бәрін өзіңе қайтарады. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы, жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы, жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер. Ой, қызым, рахмет. Бүгін маған көп көмектессің, оқушың алдығы үлкен өссін. Еңбегің жемісті болсын алдағы уақытта. Жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсыма, бүгін мен оқудан, яғни Қызылорда қаласынан біліктілікті арттыру курсына келсем, үйде балам бүгін үйдің ішін айнадай қылып тазалап, ыдыстарға дейін жуып, шайды қайнатып қойыпты. Сонымен үйге кіріп, көңіл күйім керемет көтерілді. Содан баламнан сұрасам, Ақерке апай осындай тапсырмалар беріп жүр, анаңды қуант деген тапсырма түскен болатын. Соған орай мен үйде осындай тіршіліктерді жасадым деді. Сізге көп рахмет. Жақсылық тілесең егер, өзіңе Аптада бәрін жақсы жасап үлгерген шығармыз, иә? Үлгергендеріміз осы бейбіт жұмысына салып кетейік. жақсылық тілесең егер, Орта келгенде оқушылар мейірімділік пен адамгершілікке тәрбиеленіп, күнделікті өмірде жақсылық жасауға үйреніп, алғыс айтуға дағдыланады. Жақсылық жасап жарысайық.